Ау ішінде жүйрігі бар, жабысы бар. Жыл сайын асыл тастың жарысы бар. Ел ақыным деп келсе бір сөйлейік, бір күні патшаның да тағы сынар. Әйтпесе бұл күні қазақ деген елге айналдық, орысы Қытайы бар, кәрісі бар. Күн сайын бір жаңалық басталады, қайсы менің жұртыма бағы сұнар. 8-ші қабаттан құлап кеткен ол сәби болашақтың бағы шығар. Сәбиттей бір батырым қорғап қалды, анасы ұл туыпты, намысы бар. Аяқ асты үйлі боп жатыр дейді, бұлда қонған Құдайдың бағысы бар. Берем десе береді форчкадан, өмірде әр адамның шанысы бар. Әйтпесе кейінгі кез білесіздер, өмірде әр нәрсенің мәнісі бар. Баласы мен балконнан құлақ кеткен, құлақта кейуананың дауысы бар. Резиденция тектен тек өртенбейді, былтырғы 5 сәбидің зары шығарай. Ау тамшыдай өлеңім бар тамған өртке, бір күні айналады қанда көпке. Референдум өткелі жатыр дейді, жаса жаңа Қазақстан самға көкке. Ол рас бар бақытым тәуелсіздік, мен сол үшін жүремін тәубә депте. Заңдардың бір сыпырақсы өзгермекші. Әйтпесе қорғайтын бір отбасыны, негізі бұл қазаққа заңға жетпе. Жер халықтың айналып меншігіне, қазақ тілден басқаны арман етпе. 5 маусым күні тарқас екен, халықтың көңілінде қалған өкпе. Әйтпесе осы күні түсінбейсің, билікте қыран көппе, қарға көппе. Өткенде қазақ тілге дауыс беріп, біразының құйылды қандар өтке. Тіліме қарсы шыққан депутаттар тағы да басып берді таңба бетке. Ең бірінші соларды құрту керек, біздерге содан асқан жау керек пе? Ақыры референдум өтет дейді, тек сіздерді төріме салмақ етпе. 33 баппен бірге аптастайтын 66 депутат бар парламентте. Ау солардың көзін құртайық, жаулаған елдің іргесін. Ол рас тәуелсіздігім, ең бірінші байлығым, онсыз ел өмір сүрмесін. Бұдан кейін бұл қазақтың байлары жоқ деген сөзді білмесін. Шекарасына қазақтың шегір көздері түгілі, шегірткелері дегірмесін. Орыстың жаман иттері орманыма қарап үрмесін. Жаңа партия пайда боп, осы отырған халықтың қаласын тек жүлдесін. Аманат деген партия үміттің шоғын үрлесін, атына зат сай болып, жайнасын қазақ гүлдесін. Байқаңдар бірақ жұртым-ау, аманат деген партия амон ат болып жүрмесін. Мен дүниеге келгелі, бұл басым нені көрмеді. Мен алғаш көзімді ашқанда жабылып еді ағайын Семей полигон жерлері. Мен 2 жасқа келгенде қазағымның ел жұрты азаттық алып ерледі. Мен 3 жасқа келгенде осы қазақтың даласы шығарды ұлттық теңгені. Содан кейін биліктің аяқталып деулері басталып кетті жеулері. 95 жылы конституция жасап ем, ол да көрінгеннің болды ермегі. 98 келгенде Сарыарқаға
Köşürdüm Astana деген Kenjeni. Sodan bir qaray ağayın 30 жылдай тыңдадық отбасылық термені. Қарап отсам ağayın 22 eken келгелі. Быйылғы жыл басталғанда да бұл қазақ нені көрмеді, қанға малынып еді ғой бүкіл қазақтың жерлері. Жаңа Қазақстан деп одан соң біздің қазақ ерледі. Қайта ақталып жатыр ғой Қонаевтың да еңбегі, құтты болсын Қапшағайыңды Қонаевқа бергені. Жаңа Қазақстанның көп болса екен зергері, Тоқаевқа да сенеміз, бұл қазақ кімге сенбеді. Кешіре көрсін біздерді 86-ның ерлері, бірақ есінде болсын бәрінің, Қазекеңе тәуелсіздікті Назекең әкеп бермеді ай.